Ринат бауырымыздың әңгімесі бүкіл TikTok, YouTube, бүкіл интернет желілерінде 80% намазхандар алаяқтар деген сөзі жарып жатыр. Оған бүкіл намазхандар жынданып, ренжіп жатыр. Неге ренжисіңдер деймін де, мен де намазхандардың біреуімін. Неге ренжиміз? Расымен де солай ғой. Расымен де солай. Оған неге ренжисіз? Біз намазхандар пайғамбарымыз айтып кеткен, заманына сай өмір сүр. Мұсылман бауыр қандай болу керек? Әдемі болу керек. Басқа діннің өкілдері қызығатындай болу. Олар сыпайы, инабатты, ибалы, ақылды, білімді, сондай болу керек. Мықты жігіттер болу керек, мықты ұл қыздар болуымыз керек. Біздің түріміз қандай? Сен дұрыс емес, сен масқабың дұрыс емес, сен анан дұрыс емес. Сондай болып кеттік те, біз бір-бірімізбен қырылып, непотемен сөйлейміз, бір как будто бір истинада жүрген, вообще ғайбат сөйлемейтін, ана хиджаб тақпаса, ойбай сен кәпірсің деп, мысалы, дұрыс емес. Сондай болып кеттік. Сен намаз оқисың ба? Тыныш қана ешкімге білдірмей намазыңды оқы. Тыныш қана, я? Жарияламай оны, мен намазханмын. Бір үстіңдегі түрінен жарияламай бар ғой. Өзің әдепті, таза, стильный жігіт болып жүрсең, бәрі бүйтіп қарайды. Қандай жігіт деп? Сондай қыз болып жүрсең де, орамалыңды да бүйтіп тұмшаланбай дұрыстап тағып алып, әп-әдемі қылып, қазақтың қыздары бұрын тақты ғой. Тура солай тағып алса, басқалар да қызығады ғой. Қызығады. Біз не істейміз? Біз алдық та арабтардың бірдеңесін, ауғандардың бәрін, мешоктардың бәрін киіп алдық та жүрміз. Не өзімізге ешкім қарамайды, не біреуді қарата алмаймыз, не бірдеңе айтсақ ренжиміз, сондай болып кеттік. Дұрыс емес. Заманына сай жүруің керексің. Заманына сай ашық-шашық емес, жабық жүргеннің өзінде де дұрыс жабық жүру керек, я? Сөйлегенде де әдепті, комментарияға боқтап жазбай намазхандар, я? Сен аяқтан келіп намаз оқисың, аяқтан келіп аузың шіріп жатады. Дұрыс емес қой, дұрыс емес. Алаяқ болып кетеді, содан анау болып, мынау болып кетеді. Дұрыс емес. Ла илаха иллаллах деп қойып тұрып, әңгімені ұрып тұрып, алдап кететіндер бар ғой, жоқ емес. Сол бәрімізге тиеді. Барлығымыз ондай болмасақ та, бір құмалақ бәріміз жетеді, көрдің бе? Бүкіл. Оның ішінде сен қарамайды, масқап сен анадансың ба, мынадансың ба, қай жолдасың, ана жақтансың ба, мына Египетті оқып келдің бе, Турцияны оқып келдің бе, Арабиядан, қай ақида қарамайды ол. Бітті. Бір мұсылмандардың қатарына кетеміз бәріміз. Бітті. Дұрыс емессіңдер деген болды. Көрдің бе? Сол үшін не істеу керек? Өзімізден бастауымыз дұрыс. Ішкі дүние айтып жүрдім ғой алдында, хиджабты тақпас бұрын бірдеңе нетпесе, өзің іштен дұрыстап ал, сыртың сонда соған сай болып келеді. Сыртың мен ішің сай келмесе, сондай әңгімелер артымыздан ереді де жүреді. Сондай.